Баршаңызға сәлем. Достар, бүгін мынадай браслетті тоқитын боламыз. Бұның тоқылу әдісі өте оңай, жеңіл әрі тез тоқылады. Сіздер өздеріңіз қалаған застежкаларыңызды аласыздар. Мен мынандай тогл застежка алдым. Мынандай тогл застежка қыстырдым. Сары қоюым керек екен, оны тоқып болғаннан кейін барып ойланып қалдым. Сіздер өздеріңіз ұнатқан застежкаларыңызды қыстыратын боласыздар. Мен кейін застежкамды ауыстыратын боламын сары түске. Ал, кеттік онда. Міне достар, инеміздің, жібіміздің екі жағына да 3 бисерімізден өткізіп алдық. Міне 3 бисер, мына бетінде де 3 бисер. 3 бисерден өткізіп алдық. Енді осыны қимылдап жылжып кетпес үшін, өзімізге тоқуға ыңғайлы болу үшін түйреуішпен қыстырып қоямыз. Енді бисеріміздің бір шетіне, бисеріміз деппін ғой, инемізге міне 5 бисерімізді аламыз. Дәл осы 5 бисерімізді сол екінші инемізбенен сол жақтағы осы 5 бисерден де өтетін боламыз. Осы 5 бисерді де айқастырып өтетін боламыз. Бізде мынадай болады сонда. Енді осы жерден былай қарай әрдайым 5 бисердан алып отыратын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бисерімізді алдық және 5 бисер алдық. Осыдан екінші инемізбенен айналдырып өтетін боламыз, айқастырып мұны. Дәл осылай 4-5 қатардай өсіретін боламыз. Достар, мен 5 қатарын жүрдім. 5 қатарын жүріп өттім. 1, 2, 3, 4, 5 қатар жүріп өттім. Келесі біз бір бисер, бір хрусталімізді және тағы бір бисерімізді өтетін боламыз. Осылай өткізіп аламыз. Бұны да инемізді қарама қарсы өтетін боламыз. Осылай тартып біріктіреміз. Қалған қатардың барлығын дәл осы әрекеттерімізді қайталап жасай береміз. 2, 3, 4, 5. Дәл солай 5 бисерімізді аламыз. 5 бисерімізді аламыз. Екінші инемізбенен айналдырып өтеміз қарама қарсы. Дәл осылай өзімізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін қайталай береміз. Достар, біздер міне соңына жеттік. Браслетіміздің білегімізге өлшедік. Жетіп тұр міне. Осы жерде енді дәл осылай аяқтауымыз қажет міне. Дәл осылай аяқтауымыз қажет. Ол үшін жібіміздің екі ұшына да 3 бисерден өткізіп аламыз.
біреу. Екіншісіне де 3 бисер өткізетін боламыз. Екіншісіне де 3 өткіздік. Енді бір бисеріміз екеуіне ортақ болады. Мына бір бисеріміз екеуіне ортақ болады мына. Тағы да екі шетіне 3-3-тен өткізетін боламыз бисерлерімізді. Біреу, екеу. Тағы да міне 3 бисер өткіздік. Біреу, екеу, үшеу. Екі бетіне де 3 өткіздік. Тағы да бір бисеріміз ортақ. Тағы бір бисер ортақ болады. Енді застежкамыздың екінші жағын алып өткіземіз. Осы жерде застежкамызды байлаймыз. Застежкамыздан екінші рет тағы былай қарай өтетін боламыз міне. Застежкамыздан екінші рет өтетін боламыз. Екінші инемізбен де өтетін боламыз. Осы жерде енді екінші рет тағы байлаймыз. Застежкамызды байлаған жібіміздің үзіліп кетпеуіне сенімді болуымыз қажет. Енді осы жерде инелерімізді, жіптерімізді бисеріміздің арасынан өткізіп жасыратын боламыз. Бисерлердің арасынан өтеміз. Былай қарай өтеміз. Өстіп, осы жерден қиып тастаймыз. Екінші жібімізді де дәл солай алып кетеміз. Маған мына жерде сәл қиындау көрініп жатыр, камераменен шағылысып. Дәл осылай жіптерімізді алып кететін боламыз. Осындай жерлерде тағы бір түйіндеп кетсек болады, жібіміз шешілмейтініне сенімді боламыз сол кезде. Келесі қатардан арасынан өткізіп кетсек болады. Сөйтіп, жібімізді қиямыз. Мінекей достар, осыменен браслетіміз дайын болды. Сәл алыстатайын қазір. Міне, браслетіміз осымен дайын. Қолымызда дәл осылай тұрады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.